Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Қамажай Попы. Біз бүгін каналда өте ерекше рубрика жасаймыз. Және де бүгін бір күндік арықтауға арналған рацион құрастыратын боламыз. Бұл рационда дәл қазір үйдегі бар азық-түлікпен өте дәмді әрі ерекше тағамдарды бірге жасайтын боламыз. Бұл меню кімдерге арналған? Арықтағысы келіп жүрген қыз-келіншектерге, немесе дұрыс тамақтанып үйренгісі келіп жүрген қыз-келіншектерге, немесе папа дәмсіз, тұзсыз деп ойлайтын қыз-келіншектерге арналады. Онда кеттік, барлығын бірге жасайық. Біз ең бірінші таңғы астан бастайтын боламыз. Таңғы асқа өте дәмді папа бутерброд дайындаймыз. Оған бізге керегі қара нан бородинский немесе дрожжсыз қара нан істеуге болады. Қазір дәл осылай кесеміз. Және аздаған тұз саламыз. Ең алдымен майды сыйламыз. Бізде таңғы ас дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді, сырмен бәрі күшті болып шықты. Енді дәмін көрейік. Бізде таңғы астан кейін екінші перекус уақыты. Таңғы ас пен перекустың арасы 2-2,5 сағат болған дұрыс. Және де бірінші перекусқа біз кез келген жемісті жесек болады. Менде дәл қазір алмұрт бар. Сіз алма немесе жүзім немесе кез келген жеміс-жидекті бірінші перекусқа пайдалансаңыз болады. Бізде обедке папа паста болады. Өте оңай жасалады. Дәл қазір мен құстың етін пайдаланамын. Басқа төлдің етін пайдалансаңыз да болады. Бірақ құс еті пастаға өте дәмді болып шығады, әрі тез піседі. Дәл қазір тураймыз. Егер тек өзіңізге ғана жасайтын болсаңыз, азғантай турасаңыз жеткілікті. Біздің папа паста дайын болды, дәмін бірге көрейік. Керемет шықты. Дәмді түскі асты ішіп болғаннан кейін бізде екінші перекус уақыты болады. Түскі асты 12-1-лерде ішіп алсаңыз, екінші перекусты 3-4-лерде ішсеңіз болады. Және де екінші перекусқа қандай тағамдар тұтынамыз? Қараңыздар, бұл жерде финики немесе кез келген сухофрукты пайдалансаңыз болады. Горький шоколад 2 ломтик немесе 3 ломтиктен аспағаны дұрыс. Және де хлебцы.
және қасында аз процентті айран 2,5% менде. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздерге бір лайфхак айтайын. Бұл хлебцемен, 2 штук хлебцемен және де горка шоколадты бірге қосып жейтін болсаңыз, онда киткат, ПП киткат дәмі пайда болады, өте дәмді болады. Және де екінші вариант сіздерге хлебцемен айран ішуге болады, өте тойымды болады. Және де егер де шайдан бас тарта алмай жүрсеңіз, ешқандай қант қоспай, дәл осы финики мен горка шоколадты екінші перекусқа жесеңіз болады. Бірақ финики 2-3 штуктан аспағаны дұрыс, және тоже горка шоколадты аспағаны абзалырақ. Енді бірге кешкі ас дайындайық. Бұл кешкі ас өте дәмді шығады. Марафоншы қыздардың ең дәмді кешкі астарының бірі. Тәтті бұрыш арқылы жасалады. Бұл жерде қыздар бізде түскі ас, таңғы ас өте тойымды болғанымен, бізде кешкі ас өте жеңіл әрі пайдалы болу керек. Яғни белок және клетчатка жүру керек. Давайте кеттік, бірге жасайық. Қыздар, бізде бұл ең соңғы біздің кешкі асымыз. Қараңыздар, қалай жұмсақ әрі ерекше дәмді болып шықты. Жалпы бізде бүгінгі бір күнге арналған меню өте ерекше дәмді тағамдардан құралған. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Сіздерге алдын ала айтарым, егер сіз осы менюді қайталайтын болсаңыз, алдын ала таразыға тұрып алғаныңыз абзал. Және де менюді қайталап дұрыс тамақтанып болғаннан кейін қайтадан таразыға тұрыңыз. Сізде міндетті түрде нәтиже болу керек. Минус килограмм немесе грамм түсуі керек. Егер видео пайдалы болса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. YouTube каналға да тіркеліп алыңыздар. Өйткені дәл осындай форматта ерекше әрі қызықты видеолар міндетті түрде шығатын болады. Сіздермен бірге болған Қамажай Полпы ас